Қараңыз да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір яһудилер бір топ адам келді да, ассаламу алейк деп айтты. Ассаламу алейк деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уа алейкумассалам деп жауап берді. Ол дегені сендерге өлім болсын деген сөз да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келді да, саған өлім болсын деп не қылды? Қарғады пайғамбарымызды. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендерге не айтсаңдар сол болсын деді. Уа алейк деді. Не уа алейкумассалам уа алейк деп жауап берді. Сендерге де айтқан нәрселерің сендерге де болсын деді. Мынау білеміз ғой, ассаламу алейкум деген уа алейкум деп айтамыз ғой біз. Саған да сол Алланың мейірімі, амандығы болсын деген сөз ғой. Сонда Айша анамыз ашуланып кетеді да, о Алланың елшісі, жоқ, аналарға айтады да, сендерге Алланың дейді, лағнеті болсын дейді, және сендерге өлім болсын деп не қылады, қатты айтады. Алдында отырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей Айша, асықпа, не деп жатсың дейді. Өйткені ол қарға батыр да, көрдіңіз бе? Артық кетті да. Әрине ол пайғамбарымыз жайында қатты сөйлегендігіне ол шыдай алмады да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей Айша, асықпа деді да. О Алланың елшісі, көрмейсіз бе, сізге өлім тілеп жатыр ғой деген кезде, ей Айша, мен де оларға соны тіледім ғой, уа алейк деп айттым ғой дейді. Уа алейкум деп жауап бердім ғой дейді. Қараң, уа алейкум деп жауап берді да. Сонда айтты, ей Айша, жұмсақты қай нәрседе болса оны әсем етеді, қай нәрседен кетсе оны көріксіз етеді деп жауап берді. Бұдан алынатын нәрсені құрметті ағайын, қараңызшы, Айша анамыз қарғаған уақытта не қылды? Пайғамбарымыз басып айтты, қарғама, тоқта, олай айтпайды. Пайғамбарымыз жауабын қараңызшы. Мына мұсылмандарда бір мәселе бар да, Құранда келеді. Егер сіздерге біреу бір амандық тілесе, оған дәл солай қайтарыңыздар дейді. Болмаса, одан да жақсырағын қайтарыңыздар дейді. Егер сіздерге біреу сәлем тахия деген сәлемді сәлем беретін болса, солай қайтарыңыздар. Ассаламу алейкум болса қалай? Уа алейкум ассалам. Немесе және оған қосып қайтарыңыздар. Уа алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату осыны айтып жатыр да. Ал енді біреу қараңдар, мәселен қараң. Жамандық айтқан уақытта пайғамбарымыз уа алейкум деп қойды болды. Ар жаққа жаман сөз сөйлеген, саған да өлім болсын, саған да қарғыс болсын деген жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылды? Өзі айтып жатыр, мұсылман адам лағнеттеуші, адамдар ар-намысын таптаушы, жаман сөз сөйлеуші, боғауыз болмайды деп жатыр да. Өзі өлім, бізде Құдай сақтасын біреу өлім тілейтін болса, неше есе қосып жіберуіміз мүмкін ғой біз, сақтану керек та. Біз не жақсы нәрсеге қосып айтайық. Алайда жаман нәрсеге келген уақытта не аузымызға ие болайық. Өйткені бұл не? Бұл бізде ләйсә бил муъмин деген кезде, хадисте ләйсә бил муъмин деп келеді. Бұл момын емес деген кезде иманы толық емес деген мағынада келеді. Иман толық емес. Ол не ана іс-әрекеттерін дұрыстау керек. Бұда күнә бар деген нәрсе ғой.